Бұхаридің анасының батасы. Не деген бақытты адам десеңізші. Кітабы Құраннан кейінгі кітап, ал өз аты болса, әр күні 5 уақыт намазда 5 рет ардақты пайғамбарымыз Алланың игілігі мен сәлемі оған болсын бірге айтылады. Бұл ол адамның 40 жыл өмірін Алла жолында хадис жинауға арнаған еңбегінің нәтижесі. Ал оның осындай болуына кім себепші болды? Әрине, анасы Фатима еді. Имам Бұхари, Алла оған разы болсын, бала кезінде 10 жас шамасында көзі көрмей қалады. Сол кезде анасы күні түні Аллаға мінәжат жасап, «Е Раббым Алла, баламның көз жанарын қайтара көрші, баламның көзі қайтса, баламды пайғамбарымыздың, Алланың игілігі мен сәлемі оған болсын, сүннетін жинауға арнаймын» деп жалбарынып жылайды. Бір күні түсіне Ибрахим, Алланың оған сәлемі болсын, пайғамбар кіріп, «Әй, қызым, Аллаға көп дұға жасап, көп жылағаның үшін балаңның көз жанары қайтарылады» деп сүйіншілей. Баласы да анасының уәдесін орындап, ілім жолына аттанады. Яғни Құран кәрімде, «Раббым, ол екеуі мені кішкентайда тәрбиелегендей, сен де оларды мәрхаметіңе бөлей көр» деп дұға етіп, амал жасайтын ұрпақ болады. Исра сүресі 24. Бүкіл мұсылман әлеміне аты өшпес мәшһүр ғұлама аты қалады. Алла баршамызға ізгі ұрпақ нәсіп етсін. Имам Әл-Бұхаридің өмір баяны. Толық аты жөні мен тегі. Имамның толық аты жөні Мұхаммед ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн Муғира ибн Бардизбах Әл-Бұхари Әл-Жуфи. Күния есімі Әбу Абдулла. Имам Әл-Бұхари хижра жыл санағы бойынша 194 жылы Шәуел айының 11-інде жұма күні Бұхарада дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған оған Бұхарадағы бір мешіттің имам хатибі болған атасы жастайынан діни тәрбие берген. Алла тағала оған бала кезінен хадистерді жаттап алу қасиетін дарытты. Әбу Жафар Әл-Уара оның еске сақтау қабілетінің ерекше екендігін былайша жеткізеді. Бірде Әл-Бұхаридан, «Сен хадистерді қалай оқып үйрене бастадың?» деп сұрағанымда, ол 10 жасымда не одан да ертерек хадистерді оқып үйрене бастаған кезінде маған оларды жаттап алу қажеттігі туралы ой келді. Сосын медресені тастап, әртүрлі ұстаздардан білім ала бастадым. 16 жасқа жеткен шағымда Ибн Мубарак пен Уакирдің кітаптарын жатқа оқып, олардың айтқандарын ойға тоқып үлгердім. Содан кейін анам және ағам Ахмадпен бірге Меккеге бардық та, сол жерде хадистер жинау мақсатында тұрақтап қалдық. Сөйтіп 18 жасқа келгенімде сахабалар мен табиғиндер және олардың айтқандары жайлы мағлұматтарды сұрыптауға кірістім деп айтты. Ол Меккеде 4 жыл тұрып, әйгілі мұхаддис Ахмад ибн Хамбалдың басшылығымен хадистерді зерттеп үйренеді. Белгілі дін ғұламаларымен кездеседі. Сосын сол кездегі ислам халифатының астанасы, ғылыми оқу орталығы ретінде танылған Бағдадта бірнеше жыл өмір кешеді. Кейіннен Мысырға, Шамға, Самарқанға, Нишапурға сапар шегеді. Жүрген жерлерінің бәрінде жаңа хадистерді жинаумен және оларды жүйелеп жинақтаумен айналысады. Хадистерді іздеу барысында ол, өзінің айтуынша, 1000-нан астам мұхаддистермен жолығады. Таяу Шығыс пен Орта Азияның көптеген қалаларын аралайды. Имамның қадір қасиеттері. Имам Әл-Бұхари өз өмірін бүтіндей ғылым мен құлшылыққа арнады. Ол, мен еш уақытта ешкімнен 1 дирхам құнындай нәрсе сатып та алған емеспін және ешкімге 1 дирхам құнындай нәрсе сатқан да емеспін деп жиі айтатын. Бірде Әл-Бұхаридан оның қалай нан сатып алатыны жайлы сұрағанда, мен оны біреуге тапсырамын. Сол сатып әкеп береді деп жауап қайтарды. Имам өте арлылығымен, өжеттігімен, жомарттығымен, тақуалығымен, фәни дүниені тәрбие етуі және мәңгілік өмірге ұмтылуымен ерекшеленген. Ол өзінің қадір қасиетімен абыройының аяқасты етілуіне жол бермеген. Сол замандағы әмірдің бірі баласының Әл-Бұхаридан білім алғанын қалап, имамды алып келу үшін кісі жібергенде, ол әмірге, білім іздеуші білім иесіне өзі келуі тиіс деп сәлем жолдап, оған барудан бас тартады. Осы тектес тағы бір оқиға туралы Бәкір ибн Мунирдің жазбаларында кездеседі. Бір күні Бұхараның әмірі Халид ибн Ахмад әз-Зухали имам Мұхаммед ибн Исмаил Әл-Бұхариға, маған Әл-Жамиғ, Әт-Тарих және басқа да кітаптарыңды алып кел, не жазғаныңды өз аузыңнан естейін деп сәлем жолдап кісі жібереді. Сонда Әл-Бұхари оған жіберген адамы арқылы ақиқатында мен білімді адамдардың есігіне апарып қорламаймын. Егер білімнен әлденеге мұқтаж болсаң, мешітіме немесе үйіме өзің кел деп жауап қайтарады. Басқа бір деректе әмір Әл-Бұхариға тек өзінің балаларын ғана хадиске үйретуді және ол мәжіліске ешкімнің қатыспауын талап етіп кісі жұмсағанда, имам, мен хадис тыңдауға біреулерді қатыстырып, екінші біреулерді қатыстырмай қоя алмаймын деп сәлем жолдайды. Ол күндіз жиі ораза тұтып, түндерін құлшылыққа арнап, Құран оқитын, әсіресе қасиетті Рамазан айында ғибадатты арттыра түсетін. Әбу Бәкір Әл-Бағдади Мәсих ибн Сағидтің
Рамазанның алғашқы түні кіре салысымен Мұхаммед ибн Исмаил әл-Бұхаридің үйіне жолдастары жиналатында, ол әр рәкағатында Құранның 20 аятынан оқып, солармен бірге намаз оқитын және Құранды қатым қылғанша осылай жалғасатын деп айтқанын баяндайды. Бір күні намаз оқып жатқанында имамның 17 жерінен ара шағады. Намазын аяқтаған соң, қараңдаршы, намаз кезінде мені не мазалағанын дейді. Адамдар қараса, денесінің 17 жерінде араның шаққан ізі бар екен. Имам сонда да намазын үзбепті. Имам әл-Бұхари туралы ғұламалардың пікірлері. Әл-Бұхари туралы онымен замандас өмір сүрген ғұламалардың көпшілігі өте жақсы пікірде болған. Мысалы, оның хадси ғылымы саласында мүміндердің әміршісі деген лақап атты иеленгенін айтсақ та жеткілікті. Бұл пікірге ешкімде қарсылық танытпаған. Бірде имам Муслим оның маңдайынан сүйіп, «Уа, ұстаздардың ұстазы, мұхаддистердің мырзасы және хадистер ақауының емшісі, аяғыңды сүюіме рұқсат ет». Оған кездесудің өтеуі жайлы хадиске қатысты сұрақ қойғанда, әл-Бұхари бұл хадистің олқылығын көрсетіп береді. Сонда Муслим, сені күншіл ғана жек көруі мүмкін. Бұл дүниеде саған тең келер ешкімнің жоғына куәлік беремін депті. Биндар, мұхаддистердің ең көрнектілері төртеу, рейлік Әбу Зурға, нишапурлық Муслим, самарқандық әд-Дарими және бұхаралық әл-Бұхари деп айтқан. Имам Ахмад, Хорасанда оған тең келер ешкім болған емес депті. Али ибн әл-Мәдини, әл-Бұхари еш уақытта өзіне тең келер ешкімді кездестірген емес десе, Исхақ ибн Рахауайх, егер ол Хасанның кезінде өмір сүрсе де, адамдар оның хадистеріне және дүниетанымы мен фикқа қатысты біліміне сөзсіз мұқтаж болар еді деген. Әбул Аббас Әд-Дағлауи Бағдат тұрғындарының әл-Бұхариға сен мұсылмандармен бірге тұрғанда олардан игілік кетпейді. Өзіңнен кейін сенен жақсы табылмайды, сенің орның әрдайым ойсырап тұрады деген сөздер жазылған жолдау хат жібергенін айтады. Әбу Хатим әр-Рази, расында ол Бағдатқа келгендердің ең білімдісі деген пікір білдірген. Ибн Хузайм хадистері саласында әл-Бұхаридан артық хабары бар және хадистерді одан көбірек білетін ешкімді көрмедім деп баға берген. Ал әл-Тирмизи, мен Иракта да, Хорасанда да тарихты әл-Бұхаридан артық білетін және хадистердің олқылықтары мен иснадын одан артық талдайтын бірде-бір адамды көрмедім деген. Ғұламалардың басым көпшілігі әл-Бұхаридің сахихы Муслимнің сахихына қарағанда әлдеқайда дұрысырақ әрі көбірек пайдалы деп есептейді. Дегенмен Әбу Әли ән-Нисабури Муслимнің сахихын сенімдірек деп есептеу керек деген және бұл пікірмен мағриб ғұламалары да келіседі. Әйтсе де көпшілікке бұл екі кітаптың да дұрыс екені жақсы мәлім. Имам әл-Бұхаридің сахихы және оның құрастырылу тәсілі. Әбу Абдуллах әл-Бұхари өз жинағын әл-Жамиул Муснад, әс-Сахихул Мұхтасар мен Умури Расулиллахи уә Сунанихи уә Әйямих, Алла елшісінің іс-әрекеттерінен және сүннеттері мен күндерінен алынған сахих хадистердің толық иснатты ықшамдалған жинағы деп атаған. Барлық ғұламалар онда ең сенімді хадистер бірінші рет тақырыптық жүйе бойынша жинақталғанына бір ауыздан келіседі. Ал енді әл-Бұхаридің сахих үшін хадистерді топтау мен оларды құрастыру ұстанымы туралы сөз қозғасақ. Ән-Науауи былай дейді. Имам әл-Бұхаридің сахихқа керекті хадистерді 600 000 хадис арасынан таңдап алу үшін 16 жыл жұмыс істедім және оны Аллах тағаланың алдына барғанда қызынды ақтайтын дәлел еттім деген сөзі бізге бірнеше жолдар арқылы жетті. Ол пайғамбарымыздың саллаху алейхи уә сәлем сөздерін өз құлағымен естіген немесе іс-әрекетіне тікелей куә болған адамдар арқылы жеткен хадистерді ғана сахихқа қосқан. Хадисті жеткізушінің қандай адам болғанына, оның адамгершілік сипатына ерекше көңіл бөліп, әлдебір жаманаты шыққан не бір теріс іске қатысы анықталған адамдар арқылы жеткен хадисті сахихтар тізімінен өшіріп отырған. Құрастырумен Бұхарада шұғылданды, бірақ ол Меккеде болған деушілер де бар дегені турада хабар жетті дейді. Ән-Науауи Омар ибн Мұхаммедтің мына сөзін келтіреді. Мен әл-Бұхаридің, әл-Жамиді құрастырумен харам мешіті аймағанында шұғылдандым және Алла тағаланың рахымына бөлуін өтініп, 2 рағағат намаз оқымай, сондай-ақ ол хадистің дұрысығына көз жеткізбей тұрып, бірде-бір хадисті жинаққа қоспадым деп айтқанын естідім дегенін хабарлайды. Әл-Мақтиси, оның шындыққа жақынырағы біріншісі деп есептеймін. Бұл хабарлардың бәрі де шындық тезінен шығып, имам әл-Бұхари сахихын 16 жыл бойы құрастырса, оның бір бөлігін Меккеде, бір бөлігін Мәдинада, бір бөлігін Басрада, тағы бір бөлігін Бұхарада жинақтаған болуы әбден мүмкін, анығы Аллаға мәлім. Сахихқа енген хадистердің саны. Қайталанатындарын қоса есептегенде, сахихта иснаттары бар хадистер саны 7275, ал қайталанғандарын есепке алмағанда, олардың саны 4000-ға жуық. Қайтыс болуы.
Имам әл-Бұхари өмірінің аяқ шенінде туған қаласынан, сол кезде шамамен Самарқаннан 1 шақырым жердегі Хартанки елді мекеніне қоныс аударады. Сол жерде жанына жақын адамдардың арасында өмір сүріп, Алла тағалаға мені өз жағына ала гөр деп жалбарынумен жүріпті. Өйткені оған бүлікшілер қауіп төндіруде болатын. Содан көп уақыт өтпей ауырып, хижра санағы бойынша 256 жылы сенбі күні ораза айты мерекесі қарсаңында дүниеден озған. Алла тағала оны рахымына алғай және оған разы болғай.